Көп адам бизнес бастағысы келеді, бірақ басты проблема ақшада емес, басты проблема дұрыс идея таба алмауда. Себебі кейбір идеялар саған күніне 20 клиент қана келеді, ал кейбір идеялар бір рет қана жасалып, мыңдаған адамға сатыла береді. Бүгін мен саған дәл осындай масштабталған идеяны қалай табуға болатынын көрсетемін. Қандай бизнес түрлері болашақта ең күшті болады? Масштабталатын бизнес бұл сенің уақытыңды бағалайтын бизнес, яғни сен бір клиентке бір ғана қызмет көрсетпей, сен бір жүйе жасайсың. Сол жүйе көп адамға жұмыс істейді. Мысалы, қызмет көрсету бизнесін алайық. Ода монтаж немесе дизайн, оларда табыс көбіне адамның уақытына тәуелді. Ал масштабталатын бизнесте онлайн курс, жасанды интеллект, маркетплейс, олардың бәрі бір өнімді қайта-қайта жасауға тырыспайды. Олар бір рет қана жасап қояды, сосын соны қайта-қайта қолдануға мүмкіндік береді. Қарапайым түсінік, яғни егер сен бір клиент үшін бәрін қайта жасап отырсаң, бұл масштаб емес. Егер бір шешім 1000 адамға жұмыс істесе, бұл масштаб. Енді ең маңызды нәрсе жақсы идеяны қайдан табамыз? Масштабталатын бизнес әрқашан проблемадан туады. Мысалы, адамдар уақытын үнемдегісі келеді. Жақсы ақша тапқысы келеді, үйренуді тездеткісі келеді. Яғни бізде бұндай формула былай басталады. Проблемадан шешімге, шешімнен жүйеге, жүйеден масштабқа. Қайта-қайта кездесетін қиындықтарды байқап жүріңіз. Себебі егер бір проблема сенде ғана емес, басқа адамдарда да қайталанса, бұл жақсы белгі. Мысалға, контент жоспарлау қиын, оқу жүйесіз, сатылым қадағалау қиын. Осындай жерлерді бизнес идея жатады, яғни уақыт үнемдейтін өнім жасаңыз. Себебі адамдар ең көп не үшін ақша төлейді? Уақыт үшін. Сондықтан автоматтандыру құралдарын, жасанды интеллекті деген сияқты салалар өте күшті бағыттар. Сол үшін бір реттік емес, қайталанатын табысты ойлаңыз. Инвесторлар мен мықты кәсіпкерлер ұнайтын модель ол жазылым, пакет, платформа және қауымдастық. Мысалға, ай сайынғы жазылым бізде және премиум аскез. Бірақ өзіңіз жақсы білетін салаға қараңыз. Ең оңай идея өз басыңнан өткен проблеманы шешетін идея. Мысалы, сен монтаж жасауды білмейсің, бірақ монтажға арналған AI құралдарын ойлап таба аласың. Мысалға, ағылшынды білесің, бірақ ағылшынды үйренетін платформаны жасап шығарасың. Бұл арқылы бұл жерде сенің алдын ала инсайтың болады. Ең күшті ой ол ең жақсы бизнес идея, ең әдемі идея емес. Ең жақсы бизнес идея, ең әдемі идея емес. Ең жақсы бизнес идея нақты проблеманы шеше алатын идея. Егер сен бүгіннен бастап масштабталатын бизнес идея іздегің келсе, мұны 3 қадам жаса. Бірінші қадам 10 проблеманы жазасыз, өз өміріңізде немесе айналаңызда қайталанатын 10 қиындықты жаз. Екінші қадам ол қайсысы жиі кездесетінін белгіле. Олардың ішінен көп адамға ортақ 3 мәселені таңда. Үшінші қадам ол сол мәселені шешетін қарапайым өнім ойла. Басында үлкен өнім емес, қысқаша шағын жаса. Мысалы, чат-бот, шаблон, курс, чек-лист деген сияқты. Үлкен компаниялар бірден пайда болмайды, олар алдымен нақты проблеманы шешетін қарапайым идеядан басталады. Егер сен болашақта үлкен бизнес құрғың келсе, идеяны емес, мәселені ізде. Ал мәселені тапсаң, қалғаны жүйеге айналдыруға оңай. Егер осы тақырып қызық болатын болса, келесі видеода мен саған масштабталатын бизнес идеяны тексерудің 5 әдісін көрсететін боламын. Өйткені идеяны табу бір бөлек, оны тексеру мүлде бөлек ойын. Егер видео пайдалы болса, менің арнама жазылып қой және лайк басуды ұмытпа.